Сәлем студенттер, барлықтарыңызға бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы аудитория түрлері. Жалпы аудиторияны естуіңіз бар, бірақ оның қандай түрлері бар, жалпы қалай бөлінеді аудитория. Соған байланысты бүгінгі сабақта өтетін боламыз. Бізде жалпы белгілі бір проект алған кезде ол жақтан бриф толтырған уақытта сұраймыз, қандай аудиторияға қызығады, жалпы аудитория жасы неше аралығында деген сияқты. Одан бөлек бізде аудитория түрлері болады. Бұлар ең бірінші біздегі ең бірінші бізде суық аудитория. Бұл суық аудитория ең сенімсіз аудитория. Яғни бізді танымайды, алғаш рет көріп тұрған, оларға сату қиындау болады. Тегін немесе арзан продукцияңызды алдымен алып көреді, интерестер арқылы табуға болады ол адамдарда. Бұлар суық аудитория, таргеттен келген адамдардың көбісі бұлар бізде суық аудитория болып есептелінеді. Одан кейін бізде жыл аудитория, бұлар сенеді, бақылап жүреді бізді, сізбен хабарласқан болуы мүмкін, скидка арқылы сатуға болады ол адамдарға. Одан кейін бізде үшінші ыстық аудитория, бұлар сатып алуға уже дайын отыр. Сіз не сатсаңыз да, яғни бізбен жұмыс жасаған бұрын ретаргет тізімінде бар адамдар. Аудитория түсінігі бойынша жалпы аудитория осылай бөлінеді. Ал бізде реклама шығаратын уақытта ол аудитория мүлде бөлек болып табылады. Ал негізіндегі аудиторияны бөліну осылай ыстық, суық, жылы аудитория болып үшке бөлінетін болады. Жалпы студенттер бүгінгі аудитория түрлері бойынша сіздерге түсінік ретінде осы сабақты айтуға жөн көрдім. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса чатқа